Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен осындай дәмді болып жасалатын молочная девочка тортының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Оның қалай жасалуын осы видеода көретін боласыз. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды үстінен кішкене ғана тұзды қосып, жақсылап миксермен көтерілгенше араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстінен ерітілген сары майды салып, тағы да араластырып аламыз. Енді үстінен сгущенканы салып, және де жарты қасық содамен үстіне уксусты құйып, жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде осындай пышный масса шықты. Үстінен ұнымызды аз-аздан салып, араластырып тұрамыз. Ұнды көп салудың қажет жоқ. Кішкене қамырымыз қою болғанша саламыз ұнды. Неке осының қоюлығы осындай болу керек. Енді пергамент қағазын алып, осындай формаға оны қыстырып, домалақ жасап аламыз. Мен жақтағы шуға мән бермеңіздер. Мен кішкентай мемен бірдей жағаласып, аудио запись жасап жатыр. Неке осылай бөліп салып, менде мұнда 6 пергамент қағаз шықты. 6-ауына толықтай жеткілікті болды. Енді қамырымызды үстінен осылай біркелкі қылып жағып шығамыз. Тура сол жаңағы домалақтың ішіне. Оны қатты басып тастамау керек, өйткені өзінің әдемі болып пісетін массасын жоғалтып алмас үшін. Қасықпен істесеңіздер де болады. Менде спатула болған екен, спатула қолдандым. Біркелкі қылып осылай қатты баспай, домалақтатып, дайындап қоямыз. Енді ішіндегі креміне менде мұнда 33% сливки, ол міндетті түрде мұздай болу керек. Холодильниктен қазір шығарған өте сап-салқын сливки болу керек. Және де үстінен сахарный пудра салдым. Сахарный пудраның орнына құм шекерді қолдансаңыздар да болады. Енді осы салқын сливкиіміз қою болғанша осылай араластырып тұру керек. Бұл 5-6 минуттай уақытта болуы мүмкін. Міне сливкеміз қоюланды.
Енді оның үстінен мен осы крем-чизді қолданам. Калий 69 деген. Дәмі өте керемет. Мен сондықтан тек қана осы крем-чизді қолданамын. Осы крем-чизді жаңа сливкидің үстінен салып, тағы да кішкене араластырып, бір келкі масса шыққанша араластырып аламыз. Енді жаңағы корждарымызды осылай біртіндеп қойып, әрқайсының үстінен кремдерімізді жағып, бұл корждар 3-4 минутта ғана піседі. Жаңа айтуды ұмытып кетіппін. Неке бүкіл корждардың бәріне осы креміміз жетті. 6 корж шықты. 6 коржға осы крем жеткілікті болды менде. Неке толықтай барлық жағына жағып, осындай кальцонға орап, холодильникке бетін жауып, міндетті түрде бетін жауып, холодильникке салып қоямыз. Кем дегенде бір сағат тұрса да жеткілікті. Бір-біріне сіңіп, бұл өзі жұмсақ болған екен, көп уақытты талап етпейді холодильникте тұруды. Мен мұнда обтяжка жасайын деп жатырмын. Обтяжкаға осындай сары май менен сахарный пудра екеуін араластырып, жақсылап аппақ болғанша, жақсылап миксермен араластырып аламын. Сары май мұнда өте жұмсақ болу керек. Комнатный температурада болған сары май өте дұрыс болады бұған. Осылай сахарный пудра екеуін жақсылап араластырып, аппақ болғанша араластырып, обтяжка жасаймын. Кремнің сыртында да. Жаңа сары майдың үстіне крем-чизді қосқам, ол видеоға түспей қалыпты. Жаңағы калий 69-дың кремін салып, кішкене араластырғам. Сол кремнен мен 2 түс жасадым. Сары мен кішкене оранжевый түстес. Осылай жағып, тортты әсемдейтін боламын. Мен обтяжкаға міндетті түрде жаңа сары май мен сахарный пудра екеуін жақсылап араластырып, және крем-чизді ғана қолданып, осындай обтяжканың кремін жасаймын. Мен барлық тортқа осыны ғана қолданамын. Неге кремдердің барлығын толықтай осыған жағып біткен соң, осындай спатуламен тегістеп шығамын. Бұл крем өте дәмді крем. Мен өзім өте қатты жақсы көремін, сол үшін тек қана осылай жасаймын. Әлі осылай тегістеп шықтым. Мінекей, мен тортым осымен дайын болды. Мен оның үстін тағы да топперлермен әсемдедім. Сіздерге ұнаған болса, пікірлеріңізді қалдырып, міндетті түрде менің каналыма жазылып қойыңыздар. Мен тортымды осындай қылып әсемдедім. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Сау болыңыздар.